Сәлем достар, бұл видеода ағзаларыңызда паразиттер шамадан тыс көбейіп кетсе, оны ең бірінші қандай белгілер арқылы анықтауға болатыны айтылған. Бастамас бұрын сіздерден өтініш, қазақша каналымызды қолдап, астындағы подписаться батырмасын басып, каналымызға тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз. Адам ағзасында паразиттердің тым көбейіп кетуінің басты белгілері ең қарапайым клиникалық белгі ол анустың қышуы, яғни бұл көптеген адамдарда кездеседі. Келесі белгі ол түнде ұйықтап жатқанда тістердің сықырлатуымен көрінеді. Әсіресе бұл балаларда жиі кездесіп жатады. Сонымен қатар ауыздан жағымсыз иістің шығуымен де байқауға болады. Келесі аллергиялық реакциялар, яғни денеде паразиттер көбейген жағдайда тері қышып, теріде әртүрлі бөртпелер туындауы мүмкін, немесе аллергиялық жөтел пайда болуы мүмкін. Адам ағзасында паразиттердің шамадан тыс көбеюінің келесі белгісі ол ұйқысыздық. Балаларда бұндай жағдай түнде дөңбекшіп, себепсіз қайта-қайта жылап оянуынан байқауға болады. Келесі белгі тамаққа тәбеттің болмауы, немесе әрдайым аштық сезімінде жүру. Сонымен қатар тек тәтті, ұн тағамдарын ғана жегісі келуімен де байқалады. Бұл адамның өзі емес, оның организмінде соның жеген тамағымен өмір сүріп жатқан паразиттердің қалауы деп түсінуге болады. Келесі белгі ол дене салмағының жеткіліксіз болуы немесе дене салмағының шектен тыс асып кетуінен де байқалады. Келесі ағзамызда паразиттердің шамадан тыс көбейіп кетуі ол әрқашан көңіл күйдің болмауы және үнемі шаршап жүруге алып келеді. Келесі ағзамызда паразиттер көбейген жағдайда асқазан ішек жұмыстарының бұзылуы, іш қату, сонымен қатар аяқ асты болатын іш аурулар көбейеді. Келесі паразиттер көбейген жағдайда адамдарда анемия болады, яғни қанның құрамында гемоглобин мөлшері төмен түсіп кетеді. Соның салдарынан терінің боп-боз болып, дені сау теріге ұқсамауынан да байқауға болады. Келесі денеде паразиттердің көбеюі балалардың психикалық дамуының артта қалуына алып келеді. Яғни, балалардың ағзасында паразиттердің шамадан тыс көбейіп кеткенде, паразиттер көп мөлшерде токсин, шлак бөледі де, ол тікелей миға әсер етеді. Балалардың дамып келе жатқан нерв жүйесін зақымдай отырып, мида нейровоспаление ауруын тудырады. Ал мектеп оқушыларында сабаққа үлгермеушілікпен, сабақты түсінбеуімен байқалады. Осылайша баланың дамуы тежеліп, өз қатарластарынан артта қала береді. Паразиттерден құтылу үшін немесе олардың алдын алу үшін әрдайым профилактика ретінде паразиттер ұнатпайтын клетчаткаға бай тағамдарды үнемі рационға кіргізіп отыру керек. Оларға әсіресе асқабақ дәндері, миндаль, брокколи, цветная капуста, гранат, чеснок, сәбіз немесе көкөністің көптеген түрлері жатады. Ал егер де сіз тек қана ұн тағамдарымен, тәттілермен, сүт тағамдарымен тамақтана беретін болсаңыз, бұл тағамдар тек паразиттерді көбейтіп, оларды осылайша ұнайтын тамақтарымен одан сайын күшейтіп, сіздің ағзаңызды толық жаулап алуына алып келесіз. Соның салдарынан көптеген күрделі созылмалы ауруларға тап болуыңыз мүмкін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, паразиттер көптеген аурулар тудыруы мүмкін. Бұндай жағдайда адамдар көбінесе аурудың себебімен күреспей, тек салдарымен көптеген жылдар бойы босқа емделіп, түрлі дәрілер ішіп, басқа да ағзаларын зақымдап, бір аурудан екінші ауруға көшуі мүмкін. Сондықтан қандай ауру болсын, ең бірінші ол неден туындап отыр, соның себебін анықтап, сонымен күрескен абзал. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.